Жоғары жақта көрсетілген видеоны қалай жасаймыз? Бірінші Pinterest'ке кіріп, Pinterest'тегі өзімізге керек әдемі фондар, фотоларды өзімізге скачать етіп аламыз. Свадебная фотография или невеста и жених деп жазсақ, сол осы Pinterest'те әдемі фотосессиядан түскен фотолар бар, осындай картиналар деген сияқты. Өзімізге ұнайтындарын скачать етіп аламыз. Астында үш нүктеде бассаңыз скачать изображение дейді. Сол скачать изображениені басамыз. Өзімізге керек фотоларды скачать етіп алғаннан соң біз оны CapCut приложениесіне салатын боламыз. Маған осы картиналарды ұнады, осыларды аламын. Осындай видеоларды скачать етіп алсаңыздар болады. Canva приложениесіне кіреміз. Осы жерде приглашение дегенді ашамыз. Приглашение деген үстін басқаннан кейін біз осы жердегі элементы дегенді басасыз. Осы қарамен тұрған кругты басамыз. Осы зеленый болып тұрған, жасыл болып тұрғанды светін аққа ауыстыру керекпіз. Осылай фонды қара етіп аламыз. Осы кругты ақ етіп алып, соны скачать деген кезде прозрачный фон дегенді птичкалар скачать етіп аламыз. Бұл бізге CapCut'қа қолданғанға керек. Осы CapCut'ты ашып, новый проект деп басып, фото дегенге кіресіздер. Жаңадегі скачать еткен фотоларды таңдап аласыздар. Осылай видео жасаймыз. Алдыңғы видеодағыдай ақ кругтардың шығу үшін наложение деген батырманы басамыз. Осылай бірінші видеоларды ұзартып аламыз. Видео болғанда фотоның ұзақтығын, уақытысын осылай ұзартып аламыз. Бұл жерде көп картиналарды қойсаңыз болады. Мен 3-4 ғана қолдандым. Осы наложениемен жаңадегі сақтап алған кругымызды қоямыз. Бұның енді прозрачный салып, затемнение, то есть затемнениені басып, осылай өзгертіп аламыз. Бұған енді анимацияға переходтарын дұрыстап алғаннан кейін осы кругты тағы да 2 рет копировать етіп жасап алуымыз керек. Бұл видеода 3 круг болады. Сол 3 кругтың уақытысында тоже бірінен кейін бірі шығатындай етіп жасау керек. Переходтары да бірдей болу керек.
Осылай переходтарын затемнениясын дұрыстап алғаннан кейін осылай картинаға дейін ұзартамыз. Шығатын уақыттарын кішкене мысалы бірінші не алса, кейін келесі екінші круг шығатындай етіп жасау керек. Осылай кішкене уақыт кесеміз. Осылай үстіп таңдап аламыз. Осылай жасап болғаннан соң біз енді сол жерге текст жазамыз. Қайрат жұлдыз деп жазамыз. Түсін таңдап аламыз. Шрифтін таңдап аламыз. Мына жерде осы плюс дегенмен батырмасын бассаңыздар, загрузить шрифттарды қолдансаңыздар болады. Менде барлығы уже сақталған капкатта. Осылай жазып аламыз. Түстерінде өзгертсеңіздер болады. Жирный или қисық шрифттерді осылай пайдалансаңыздар болады. Анимациясын қойып, текстін жаза бересіздер. Бұл шақырту аса қиын емес. Өзіңізге ұнайтын үйлесімді картиналарды таңдап, или болмаса фотосессиядан түскен фотолар болады, жас жұбайлардың, или болмаса ұзату деген сияқты. Осылай фотоларын қойып, канвадан кругтарды прозрачный фонмен сақтап, затемнениясын қойып, осылай өзгертіп жаза бересіздер.